Ассаламу алейкум бауырлар. Мұсылман болғаныма Аллаға мыңда бір тәубе, шүкіршілік етемін. Кейде осы ислам дініндегі дінім деп жүріп, мұсылманмын деп жүріп, басқа діндердің іс-әрекеттерін жасайтын, басқа қауымға ұқсап кететін бауырларыма жаным ашиды және қарным ашады. Өкінішке орай тура жол таба алмай кеткен қаншама қауымдар болды. Біз кішкентай ғана мемлекетпіз, Қазақстан деген ауқымды жеріміз бар. Аллаға шүкір. Ал бірақ осы кішкентай ғана жер елімізде адасушы топтар көбейіп жатыр, өкінішке орай. Тәңіршілдер, көк тәңіріне сыйынамыз дегендер, бірдің қолын сүйем дегендер, араб құл деп сондай тақуа адамдарды ислам дінінде жүрген тіпті ұстаздарға тіл тигізіп жатқан бауырларым айтайыншы. Біз еш уақытта арабқа құл болған емеспіз. Біріншіден. Екіншіден, бұл дін тек арабтарға түскен жоқ. Бүкіл адамзат баласына түсті. Және соңғы дін, яғни обновление дейді, діннің толықтырдым деп Құранда Алла тағала айтқандай, бұл дін бүкіл адамға түсті. Ол арабтардың діні ғана емес, бүкіл адамзаттың діні. Араб құлдар деушілерге тағы да айтарым, Құранды қазақша айтпайсың ба? Болмаса Құранды қазақша оқымайсың ба? Намазды арабша оқуға бола ма деген сияқты нәрсе. Құран арабша түсті. Пайғамбарымыз Алланың оған салауаты мен сәлем болсын, араб ұлтынан. Ол Алланың қалауы болды. Ол араб ұлты болғанымен бүкіл адамзат баласына пайғамбар. Тіпті дүниеден өтіп кеткен бүкіл пайғамбарлардың пайғамбары. Және қияметке дейін болатын барша адамзаттың пайғамбары. Мұсылмандар үмбетіміз. Сол пайғамбарымыз тек арабтарға ғана пайғамбар болып келген жоқ. Құран қалай түсті? Сол тілде құлшылықта оқылады. Атап өтсек, намаз, Құран сүрелері намаздағы арабша оқылады. Жай құлшылық ретінде оқығанда да, Құранды ашып оқығанда арабша, тілеуат етіп оқығанда арабша оқылады. Ал мағынасын білейін, түсінейін деп транскрипциясын оқитын болсаңыз, кез келген тілде, барлық тілде аударылған. Өз тіліңізде қалағанша оқи беріңіз. Қазақ тілінде де бар. Қазақша дұға қыла беріңіз. Қазақша жаттай беріңіз. Ал бірақ кейінгі айтып жүрген тәңіршілдердің айтуы бойынша Құранды, намазды қазақша оқу керек деген сияқты. Алла сақтасын, олай адаспайық бауырлар. Құран қалай түсті, біз солай оқимыз. Біз еш уақытта арабқа құл болған емеспіз. Біздің өзіміздің сондай ұлттық құндылықтарымыз бар. Біз қазақпыз. Өзіміздің салт дәстүріміз бар. Ал салт дәстүр мен дінді ұштастырған ата-бабаларымызға Алла разы болсын. Солар бізге сол дін мен дәстүрді ұштастырып, сабақтастырып жеткізді. Өйткені ұрпақтарымыз адаспасын деді. Сонда да адасып жатыр. Құрметті бауырлар, ондай араб құл деген ауыр сөз. Ертең сол сөздерге жауап берулеріңізге тура келеді. Алла сақтасын. Ол ауыр сөзді ертең Алланың алдында қалай айтасыз? Ешкім араб құл болып жүрген жоқ. Біз бір Алланың ғана құлымыз. Басқа ешкімге, басқа жан иесіне құл емеспіз. Аузымыздан не шықты, қандай сөз шықты,
сол сөзге өзіміз есеп берейік.